Хастаханеден бірінші чықарылувлар. Бүгін Феофания хастаханесінден стационарға қойылған Микола Карпюк чықарылды. Экемлерінің айтқанына көре, азат етілген симабюс там тибі бақынувдан кечкен ве тедевилевні амбулаторияда девам ете біле. Артур Панов иссе сентябрьнің 18-іне қадар да Хастаханеде болуначақ. Кележек авта Алексей Сезонов да Хастаханеден чықарылмақ керек. Феофанияда оның ағыр хаста қырабасы қалажақ. Қиын деп экемлер Павло Гриб ве Эдем Бекировның сағлық алынады да. Эдем Бекировға операция япылды, енді оны девамлы тедевелев беклей. Чоқысы азат етілгенлерінің алы яқшы, олар Хастаханеден чықарылмаға азарлана. Кольченко Александр Александрович. Александр Кольченко Хастаханеден сентябрь 16-сында чықмақ керек. Панов Артур ве Евгений сентябрь 18-інде. Балық ве Павло Гриб кележек авта. Микола Карпюк бүгін Хастаханеден чықарылды. Кележек авта Алексенцов екемлер тарафындан бақылажақ. Онен базар әртесі Хастаханеге ятажақ деп анлаштық. Она мұтлақа бақынмақ керек. О 140 күн ачылық тұтты.